Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы да оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Бізге ең алдымен ұн қажет. Ұнымызды илектен өткізіп, осылай бір ыдысқа салатын боламыз. Содан соң майымызды салып, осылай ұнмен жақсылап араластырып үгітіп алатын боламыз. Барлығы толықтай араласып, майымыз еруі қажет. Енді бөлек ыдысқа бір жұмыртқа және де тұзымызды салып, уксусымызды қосатын боламыз. Мен яблочный уксус қолдандым. Осылай жақсылап араластырып, содан соң салқын суымызды құямыз. Міндетті түрде салқын су болуы қажет. Енді ұнымызға құйып, осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Қамырғып қатты басып елемейсіздер, осылай бір-біріне біріксе болғаны. Осылай жай-жай ғана басып, бір-біріне біріктіріп аламыз. Енді қамырымызды пакетке салып, холодильникке бір сағатқа қоямыз. Содан соң холодильниктен алып, осылай жұқа етіп жайып алатын боламыз. Жұқа болуы қажет. Содан соң осылай орайтын боламыз. Орап бірнеше бөлшектерге бөлетін боламыз. 6 немесе 8 бөлшекке бөлсеңіздер болады. Осылай бірнеше бөлшектерге бөліп алдық. Енді осылай басып шығатын боламыз. Бір-бірден жаямыз. Енді холодильникке қалғанын салып қойсаңыздар болады. Өйткені май болғандықтан еріп кетуі мүмкін. Сосын қамырыңыз қытырлап, әдемі шықпай қалады. Осылай жайып, ортасын кольцомен басып кесіп алдым. Кольцо болмаса тарелка қойып, шақпен кесіп алсаңыздар болады. Жанында осылай пісіріп аламыз. Бізге осылай бетін жанын әрлеуге осындай қытырлақтар қажет. Жай ғана осылай қолмен басып шығасыздар. Біздің барлық корждарымыз осылай әдемі болып пісіп шықты. Қытырлақ өте әдемі болып шықты. Слоеный болып. Осылай пеште 8-10 минут осылай қызартып пісіріп аласыздар. Мен осындай қайнатпалы крем қолдандым. Менің каналымнан кремнің көрсеңіздер болады. Басқа да кремдермен жасауға болады өзіңізге ұнаған. Енді тортымызды осылай жинайтын боламыз. 4-5 ас қасықтан қосыңыздар кремді. Кремі көп болған сайын тортымыз жұмсақ, өте дәмді шығады. Бетіне осылай жанына барлығын сеуіп шықтық. Бетін өздеріңіз қалағанша әрлесеңіздер болады. Мен осылай клубникалармен әрлеп шықтым. Холодильникке бір күнге қойып қойсаңыздар өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Кремін міндетті түрде көбірек қосыңыздар, сонда өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз.